Ералы құлыным, сен Абай атаның ұрпағысың. Сол үшін Абай атаңды әрбір уақытта біліп, өлеңдерін жатқа айтып, сөйтіп жүруің керек. Абай атамыз ақын, ұстаз, ағартушы, жазба қазақ тілінің және қазақ әдебиеті тілінің негізін қалаушы. Философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер болған. Батыс шығыс мәдениетін жетік білген, өте білімді, жастайынан білімге де, талпынысқа да мықты болған. Кішкентайыңнан осылай талпына біліп, Абай ұрпағы болған. Ары қарай сен де не білуің керек. Әрбір өлеңдерінің өзінде де міне сипаттап, сол уақытта бәріменен өлеңменен де біз сипаттай білген. Ералы маған, енді қарашы, өзің салған суретіңде қандай тақпақ, осы суретің бойынша қандай тақпақ өлең жырларын білесің? Орын таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілең өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Орында